Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жақынша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледж құқық негіздері және еңбекті қорғау пәнінен 4-ші курс студенттеріне арналған бейне сабақ. Тақырып: Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңы, Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы негіздері. Оқытушы Дүйсенгалиев Мереке Камилович. Жоспар: еңбек құқығы пәні, әдісі, қағидаттары, жүйесі, деректік негіздері. Еңбек құқықтық қатынастар саласындағы әлеуметтік әріптестік. Жалпы еңбек заңнамасының көздері: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының президентінің жолдаулары, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулылары. Конституцияның 24-ші бабында 1-ші тармағы әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз еңбекке соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында ғана жол беріледі. Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына, еңбек үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының еңбек кодексі 2015 жылғы 23 қарашада берілді. Жалпы осы кодекс 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді. Еңбек заңнамасының принциптері: еңбек бостандығы принципі, еңбек шарты еркіндікті жұмыс беруші, еңбек жағдайы, ақы төлеу, тағы сол сияқты. Мәжбүрлеу еңбек және кемсітушілікке тыйым салу қағидаты. Кемсітушілікке, мәжбүрлеу еңбекке және балалар еңбегінің ең нашар түрлеріне тыйым салады. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағат болып белгіленген. 14-16 жас азаматтарға жұмыс істеу ұзақтығы 24 сағат, 16-18 жас азаматтарға жұмыс ұзақтығы 36 сағат, ауыр дене жұмыстарында және еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін қызметкерлер үшін аптасына 36 сағат. Демалыс уақытының ұғымы және түрлері. Демалыс уақыты дегеніміз қызметкердің еңбек міндеттерін орындаудан бос және оны өз қалауы бойынша пайдаланатын уақыты. Оның еңбек заңдарына сәйкес мынадай түрлері бар: демалуға және тамақтануға арналған үзіліс, күн сайынғы демалыс, демалыс күндері, мереке күндері, демалыстар. Жыл сайынғы еңбек демалысы: орта жалпы бастауыш және орта кәсіптік жоғарғы кәсіптік білім мектептері қызметкерлерінің 56 күнтізбелік күн әдістеме қызметі, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелер қызметкерлерінің демалыс алуларына құқығы бар. Бұл педагогика қызметкерлерінің толық еңбек демалысы, егер олар 1 қыркүйектен бастап толық оқу жылы жұмыс істесе беріледі. Еңбек шарты: қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы келісім. Оның астында жұмыс берушінің құқығы мен қызметкердің құқығы белгіленген. Еңбек шарты жазбаша түрде жасалады, 2 данада рәсімделеді, 2 жақтың қол қоюымен заңды күшіне енеді. Ол тек өзара келісім бойынша және жазбаша түрде өзгертілуі мүмкін. Еңбек шарты жасалуы мүмкін белгісіз мерзімге, белгісіз келісім шарт, 5 жыл мерзімді келісім шарт, артық емес мерзімге, белгілі бір жұмысты орындауға жасалуы мүмкін. 16 жасқа толған адамдармен жасалады. Кейбір жағдайларда 15 жасқа толған 14 жастағы ата-анасының келісімімен, қамқоршы келісімімен еңбек шарты жасалуы мүмкін. Өнер саласында жарнама 14 жасқа дейінгі адамдармен еңбек шартын жасасуға рұқсат берілген. Еңбек шартын қай уақытта тоқтатылады? Тараптардың келісімімен жұмыс берушімен және қызметкер арасында, яғни еңбек шарты мерзімінен аяқталады.
жұмыс берушінің бастамасы бойынша қызметкердің бір ай бұрын жазбаша түрде ескертуі қажет. Өндіріс орнының жабылуымен, жұмыс штатының қысқартылуымен, қызметкердің атқарып отырған лауазымына сәйкессіздігі, қызметкердің келісімімен басқа жұмысқа ауысуына байланысты еңбек шарты тоқтатылады. Жұмыс орны және еңбекпен қамту, яғни бұл салада қанша еңбекпен қамтылған әлеуметтік топқа берілген жыл сайынғы көрсеткіштер. Яғни жастар практикасы беріледі жұмысқа, қанша адам тартылғаны графикпен көрсетілген. Яғни көп балаларды аналарды марапаттау шаралары берілген, алтын алқаға, күміс алқа және оның қанша сома берілгені осы 2015 бірінші сәуірден берілген ақшалар. Отбасында бала туылған жағдайда мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар беріледі. Әлеуметтік қорғау мемлекеттің халыққа әлеуметтік жәрдемақылары мөлшері. Яғни зейнетақы бірінші топтағы мүгедек, екінші топтағы мүгедек, үшінші топтағы мүгедек, бұл 2015 жылға дейінгі берілген әлеуметтік жәрдемақылар. Асыраушысынан айырылған байланысты әлеуметтік жәрдемақылар. Табысы аз отбасылар үшін әлеуметтік қолдау, яғни белсенді формасы, еңбекке орналастыру, оқыту және қайта даярлау, әлеуметтік жұмыс орындары, қоғамдық жұмыстар. Енді енжарлы формасы зейнетақылар мен жәрдемақылар, балалар отбасынан айырылған жәрдемақылар, атаулы әлеуметтік көп, тұрғын үймен қамсыздандыру, әлеуметтік көмектің қосымша түрлері беріледі. Енді мынау ұлы отан соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілген адамдарға бір реттік төлетін жәрдемақы мөлшері, яғни ұлы отан соғысының қатысушыларының мен ардагерлер мен мүгедектерге, ауған соғысы, Чернобыль соғысы, ұлы отан соғысында, яғни тыл жұмысында істеген барлығына бір реттік берілетін жәрдемақылар мөлшері. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.